Барлықтарыңызға Алланың сәлемі болсын. Каналға тіркеліп, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Адам ата. Аллах тағала саналы тіршілік иелерінен алдымен Адам атаны, содан кейін оның серігі Хауа ананы жаратты. Адам атаның жер бетіне түсірілгенін Құран кәрімнен білеміз. Осы тұста жер бетінде Адам ата мен Хауа анамыздан бұрын өмір сүрген басқа тіршілік иелері болды ма деген көлденең сауал туады. Құран мен хадистерге зер салып, ислам ғұламаларының көзқарастарына үңілсек, олардан да бұрын жер бетінде өмір сүрген тіршілік иелерінің болғандығын сеземіз. Расында, жер бетінде адамға дейін болмысы бөлек тіршілік иелері болған тәрізді. Шамасы Аллах тағала әуелі жындарды жаратқан. Жер бетін мекендеген жындар жанды жансыз тіршілік иелерінің барлығын бір өздері басқарған. Демек, жер бетінде басшылық, халифалық ету ісі әуелі жындарға тиесілі болған. Құрандағы «Мен жындар мен адам баласын тек қана мені танып, маған ғибадат етсін деп жараттым» деген аятта да алдымен жындар айтылғанын көреміз. Зарият сүресі 56 аят. Демек, бұл жоғарыдағы ойымызды растай түседі. Бірақ жындар Хақ тағаланың ұлы аманатын орындай алмаған. Хақ тағала адамды жаратпастан бұрын періштелеріне «Мен жер бетінде бір орынбасар жаратамын» деген кезде, періштелер «Онда бұзақылық істеп, қан төгетін біреу жаратасың ба? Негізінде біз сені дәріптеп, мақтауда және пәктеудеміз» дейді. Бақара сүресі 30 аят. Адам атаның, оған Алланың сәлемі болсын, жаратылуы. Құран кәрімде адамның жаратылуы жөніндегі аяттардың барлығында да Хазірет Адамның топырақтан жаратылғандығы айтылады. Ол туралы Құранда Аллах тағала сені, Адам атаны топырақтан, сосын бір тамшы судан Адам атаның ұрпағын жаратты дейді. Фатыр сүресі 11 аят. Арғы бабамыз жаратылған топырақты ұлы жаратушы адам баласының қияметке дейін ғұмыр кешетін, өзі мекендейтін қара жер бетінен алдыртады. Ол жай ғана топырақ емес, жер бетінің өзегі мен дәнін құрайтын топырақ, яғни жердің барлық элементтерін қамтыған топырақ. Сондай-ақ Аллах тағала Сад сүресінде адамды тікелей өзі құдірет қолымен жаратқандығын айтады. Аяттағы құдірет қолымен жаратуы адамды жалпы жаратылыстан үстем, ардақты етіп жаратқандығын білдіреді. Адам атаның жаратылуы Аллах тағаланың тікелей мұғжизасы. Құран кәрімде Адам атаның жаратылуы Хазірет Исаның жаратылуына ұқсас екендігі білдірілген. Әли Имран сүресінде шын мәнінде Аллахтың қасында Исаның жағдайы топырақтан жаратылып, сонан соң бол дегенде бола қалған адамның жағдайы сияқты делінген. Әли Имран сүресі 59 аят. Сонымен қатар Құранда Адам атаның жаратылысы жайлы айтылғанда адамның жаратылысы да баяндалады. Құранда расында біз адамды нағыз балшықтан жараттық. Сосын оны Адам атаның ұрпағын шәуеттің бір тамшысы күйінде мықты жерге, ана құрсағына орналастырдық. Сосын ол тамшыны алақаға, сосын оны мұдғаға, сосын мұдғаны сүйектерге айналдырдық. Сосын сүйектерді етпен қаптадық. Сосын оны басқа бір жаратылыс жасадық. Муминун сүресі 12-14 аятта делінген. Яғни бұл аяттан түсінгеніміз адам жаратылысы бірнеше сатылардан тұрады. Пайғамбарымыздың, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, сіздердің әрқайсыларыңыздың жаратылысыңыз әуелі ана жатырында 40 күнде жүзеге асады. Кейін ұйыған қанға, одан бір жапырақ етке айналады. Содан кейін барып, оған періште жіберіліп, жан бітіледі. Періштеге сәбидің несібесін, ажалын, амалын, бақытты я бақытсыз болатынын тағдырына жазу бұйырылады деген хадисі де бұл аятта айтылған ақиқаттарды құптай түседі. Хауа ананың жаратылуы. Хауа ана алғашқы адам, әрі алғашқы пайғамбар Адам атаның өмірлік серігі. Құранда Хауа ананың жаратылуы туралы былай делінеді. Сендерді бір кісіден, Адам атадан жаратқан және оның жұбайын жаратқан Аллах тағала. Ей адам баласы, сендерді бір кісіден жаратқан және одан оның жұбайын жаратып, ол екеуінен қисапсыз ер, әйелді жаратқан Раббыларыңнан қорқыңдар делінген. Ниса сүресі 1 аят. Сондай-ақ Хауа ананы қалай жаратылғанына қатысты ислам ғұламаларының көзқарастары әр алуан болып келеді. Кейбірі одан оның жұбайын жаратқан Аллах тағала деген аталмыш аятқа сүйеніп, Хауа ананың Адам атаның денесінен жаратылғандығын айтады. Мәселен, Ибн Касирдің тәпсірінде былай делінген.
Адам ата жәннатта бірталай уақыт жалғыз өзі өмір сүреді. Ол өзін жалғыз сезініп, рухы құлазиды. Бір күні ұйқыға жатып, қайта оянғанда, алдында Аллах тағаланың оның қабырғасынан жаратқан әйел затын көреді. Одан сен кімсің деп сұрайды. Ол әйелмін деп жауап береді. Адам не үшін жаратылдың дейді. Хауа ана сенімен тұру үшін дейді. Осы кезде періштелер келіп, Адам атадан сұрай бастайды. Адам ата оның Хауа екендігін айтады. Періштелер неге оған Хауа деп ат берілген деп сұрайды. Өйткені ол тірі нәрседен жаратылды деп жауап берген еді. Басқа бір хадисте пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, ей мүміндер, бір-біріңе әйел заты туралы қайырлы болып, нәзік қарым-қатынас жасауды өсиет етіңдер. Өйткені олар қабырғадан жаратылған, ал қабырға сүйегінің ең иілген жері жоғарғы жағы. Егерде оны туралауға тырыссаңдар, сындырасыңдар. Тиіспесеңдер, ол үнемі солай қалады. Сондықтан да әйел заты туралы бір-біріңе нәзік қарым-қатынас жасауды өсиет етіңдер. Муслимнің риуаятында оны түзетуге тырыссаң, сындырасың, ал оның сынуы талақ болғаны деген ахад хадисті кездестіреміз. Келесі бір көзқарас Құран кәрімдегі одан әйелді жаратты делінген аяттың мағынасы әйелді адам табиғатынан жаратты дегенді білдіреді. Ал аталмыш хадистегі қабырғадан деген сөзбен әйел затының қабырға сияқты нәзік жан екендігін меңзелген. Қабырға сөзі астарлы мағынада айтылған делінеді. Әйтсе де Аллах тағала әйел затын қаласа топырақтан, қаласа еркектің қабырғасынан да жаратуға құдіретті екендігіне күмән жоқ. Қалай болмасын, Хақ тағаланың Адам атаны жалғыздықтан құтқарып, әрі оның ұрпағын жер бетінде көбейту мақсатымен оған өмірлік жолдас етіп, сондай-ақ әйелі ретінде Хазіретті Хауа ананы жаратқанына толықтай иланамыз. Бұл туралы Құранда сендердің өз табиғаттарыңа үйлестіріп, әйел жынысын жаратқаны да, оларға тіршілік ләззаты етіп, сүйіспеншілік, мейірімділік бергені де ұлылығының белгісі дейді. Рум сүресі 21 аят.